спектаклях никогда неизвестно, какая будет реакция. Люди к этому не будут готовы. Они не будут готовы к этой меланхолии, они не будут готовы к этой скучности. Жақында Қыз жібек драмалық операсының премьерасына бардым. Оған дейін берген сұхбатында да, жаңа көргендеріңіздей дайындықта да режиссер спектакльді іш пыстырарлық деп атады. Біз бірақ негізі махаббат тақырыбын жақсы көреміз ғой, иә? Вы нашли какой-то язык любви? Я не знаю, мы попытались это сделать. Вы знаете, вот любовь, когда вы первую свою вспомните, это та любовь, которая не случилась. Мне кажется, любовь — это самая сильная, самая больная любовь. Это та, когда мы так сильно хотели, но у нас не получилось. Но мы всегда про нее будем помнить. В моем понимании, любовь — это чуть-чуть счастья и боль на всю жизнь. Я не знаю, насколько люди это сегодня почувствуют. Басында қойылымның ұзақтығы 4,5 сағат болады деп хабарланды, бірақ техникалық мәселелерге байланысты бірінші актыны алып тастапты. Дәл сол бөлігі эпоста да Мүсірепов пен Брусиловскийдің нұсқасында да болмаған жаңа бір дүние екен, режиссердің өзінен қосқан актысы. Негізі біз әр жерден, әр алаңнан тамырымызға жақындаудың бір себебін, көзін іздей береміз ғой. Қыз жібекте сондай бір процесс, инерция жүреді ғой. Иә, біз тамырымызда мен сондықтан да бірінші акты қазақ хандығы құрылып бастау керек еді. Өйткені Қыз жібек операсы негізі эпос. Қазақ хандығы, Жәнібек Керей қазақ хандығын құрған кезде болып жатқан история ғой. Поэтому я его называю ренессансом, вообще само произведение называю ренессансом. Поэтому решение спектакля такое, художественная часть такая, потому что казахи только перестали воевать, образовалась территория, и теперь мы можем любить. Потому что до этого мы не могли любить, потому что мы все время воевали. Вот сейчас люди воюют, им не до любви. Спектакль басталғаннан жыладық, жай ғана осы бесікті сахнаға алып шыға беру. Адырбай туғанда аңшылықта жүрген. Мен оны қайда жерлейтінді білмедім. Гениальность в простом дегеннің нағыз көрінісі, мұндай картинадан кейін әрбір қазақтың жылайтынын болжай алуда дәстүрді, болмысты танығандықтың белгісі сияқты. Счастье, весь первый акт — это счастье. Счастье. Өзіміз, мен Төлегеннің керемет образын елестетпеймін. Мен Олжас ретінде қалай әрекет жасаймын, тура солай сахнада. Айтып жатады ғой, Төлеген мен Олжастың не айырмашылығы бар деген сияқты. Бұл жерде мен Олжас қалай сөйлейді, өмірде тура солай сөйлейміз, қарапайым тілде. Көрген мен оны, көрген. Қаша? Алды күні көрген. Құдай бір чек шығар көрген сен. Көрген бірге барып көрдім, ақа ұнамайды. Қастар қосып кеткен ба бірден. Режиссердің тапсырмасы ситуация тудыруда болып жатты бізде. Ситуация тудыру, өйткені міне сахнада ештеңе жоқ. Өзің ғана бар, реквизит ештеңе жоқ. Ана мен бала сахнасы болатын болса, екеуміздің тудырған ситуациямыздан көрермен түсіну керек. Мынау анасы, мынау баласы екен ғой деген сияқты. Сондай біраз этюдтармен жұмыс істедік. Миллион этюд жасаған шығармыз. Қалай болатыны белгісіз. Бізге өйткені мынандай сөз айтылады деген сияқты сөз берілген жоқ. Сахнаға шығамыз, ситуация тудырып көреміз. Осы біздің қойылымда мен үшін өте жүрегіме бір толқыныс берген, және мен ең жақсы көретін кейіпкер ол Сансызбай. Сансызбай соншалықты мен көп көрдім деп айта алмаймын, бірақ біраз қойылымдарды көрдім. Сол қойылымдарда Сансызбайдың ашылғанын көрмеппін да, сол кейіпкердің. Біздің қойылымда менің жүрегіме кәдімгідей толқыныс берген, тіпті көзіме жас келтіретін ол Сансызбай кейіпкері. Қазір айтып отырып жылап жібердіңіз ғой сіз. Соншалықты ма? Білмеймін енді, мен үшін солай.
ерекше бір кейіпкер болып ашылды. Мен сол үшін мысалға режиссерға өте ризамын. Сансызбайдың ондай жағдайын әртүрлі интерпретациялауға болады. Әкенің махаббатынан айырылған баланың тамырының, яғни аяғының әлсіз болуы. Кейін оның басқа дүниемен жалғасып, хабарсыз кетсең тым ұзақ, сансызбай шығар алдыңнан деген дүниені тереңірек түсінікті ете түскені маған қатты ұнады, бірақ ол жеріне спойлер керек емес деп ойлаймын. И, может быть, решение многих героев может всех привести в какое-то, ну, скажем так, несогласие. Но я думаю о том, что мы всему нашли ответ, я не знаю. Но ведь, видите, спектакль — это ведь еще один мой угол зрения. Вот. Но идеи удивить кого-то нету, есть идея просто рассказать историю. Спектакльдерде киімнің өзі сөйлеп тұрады. Сахнадағы бүкіл актердің аппақ киюін қалауыңызша түсінуге болады. Біріншіден, бұл қойылымға ештеңесі өзгертілмеген, бұрмаланбаған әуелгі эпос негіз болды. Бүлінбеген хикая аппақ күйінде көз алдыңызда. Содан соң бұндағы оқиға, тағдырдың бәрі материалдық дүниеден алыс. Қызыл-жасыл киім мен бұйымсыз ақ бәрі түсінікті. Бросать вверх, меньше взять и бросать вверх, чтобы она кучками не падала, чтобы она падала прям до самой. Вы все время это делаете, пока он последнего не принесет. Басында бесік әкелген кезде сахнаға Қамқаның қолынан ақ ұлпа төгілді. Ол оның мұңы, зары. Одан кейінгі сахналарда Төлегенмен сөйлесіп, оған ренішін білдіріп жатқан бір сәтте сол қиындының бір түйірі сахнаға түсіп кетті жеңінен. Ол әрине жоспарда болмаған нәрсе, бірақ бірден сол 9 баласынан айырылған трагедиясына сілтеме жасалғандай сезілді. Сен қай жерге жетейін? Не жерге жетейін? Базарбайдың трагедиясы. Дәл сол дүние қазіргі уақытпен, қазіргі заманмен ұштасып кетті. Өйткені сепарация деген проблема, тақырып қазір өзектілігін жоғалтпай тұр, иә, білесіздер. Сол дүниенің формуласын осы спектакльден түпкі формуласын, иә, оңай табуға болады. Базарбай 9 ұлынан айырылады, және Төлегеннен де айырылып қаламын ау деген үреймен жүреді. Әке, мен кетіп барам, бір айырылмайсың ба? Қазіргі ата-аналар, үлкендер балаларынан айырылмаған шығар, бірақ қазақтың басынан соғыста өтті, аштықта өтті, репрессияда өтті. Сол нәубеттерден қалған жоғалтудың зары, қайғысы қанымызда, генімізде қалып кеткенін ойламаймыз да. Үлкендердің баланы алысқа жібергенде батамен емес, уайыммен аттандыратынның түбінде сол жатыр ма деген ой келді. Өткенде Санжар Керімбайдың жақсы бір дәрісін тыңдадым да, мәдени майдан туралы. Қазақтың зиялыларының мәдениет арқылы қалай қазақ ұлтын сақтап қалғаны туралы. Дәл сол тұсқа, дәл сондай дүниелердің жастарға айтылып жатқан сәтіне негізі осы спектакль жақсы келіп қалды да. Енді сіздер де жастарсыздар ғой, бұған дейін тереңнен бойламағандарыңыз анық ол спектакльге, тарихына, эпосына деген сияқты. Алған дүниелеріңіз көп болған шығар? Өте көп, себебі біз бұл эпосқа жалпы басқа жағынан қарай бастадық, себебі толыққанды негізі киносы бар, қанша спектакльдер бар, иә. Олар кішкене бүкіл жерін көрсетпейді да, негізі әр нәрсенің болі бар дейді ғой, бір ауыратын жері бар. Вот сол нәрсені көрсетпейді екен. Біз соның бәрін анализ жасаған кезде соның бәрін білдік, қай жерден қалай, ненің шыққаны, не үшін қалай болғаны, соның бәрін білгеннен кейін кішкене басқалай көзқараспен қарай бастадық Қыз жібекке.
Айгөз деген персонаж бар, ол жібектің мамасы. Сол кісінің жалпы әйел адамдардың болі бар да, соның бәрін зерттеген кезде кішкене ауыр болды. Жасөспірімдер осының бәрін біз қалай анализировать етіп оқыдық, дәл солай таныса екен. Әр эпосты тереңдетіліп, әр сөздің мағынасы қай жерде жатқанын бәрін, соның бәрін оқыса білсе екен. Біз соны жеткізуге тырысамыз. Мә, Абылай. Негізі әндетіп қояды дейді. Айта беріңіз, сіздің микрофоныңыз естілетін. Негізі Дүрияны жібектің құрбысы деп алып жатады. А бұл жерде режиссер оны жеңгесі ретінде қылып алды да. Жібек екеуіңіздің араңызда ешқандай әңгіме болмайды? Енді бар құпияны ашу керек па, жоқ па деп ойланып тұрмын, бірақ бір құпияны ашқым келіп тұр. Бізде режиссермен жұмыс жасалынған кезде әр кейіпкердің биографиясы жасалынады ғой. Енді автордың берілгені бар, ол предлагаемое обстоятельство, иә? Одан кейін автордың мысалға толығымен берілмесе, ол кейіпкер туралы ақпарат. Біз оны өзіміз ойлап табамыз да, ситуацияға байланысты. Оны предполагаемое обстоятельство дейді. Енді мы предполагаем, что Дүрия жібектің жеңгесі, бірақ оның баласы жоқ. Оның өзінің трагедиясы бар да. Сондықтан ол жаңағы жібекке өте жақын. Баласындай көреді. Иә, сондай бір. Өзі ананың рөлдерін күшті алып шығады өзі. Айнырап кейя, жылатып жібереді, Дон Кихоттағыдай. Енді білмеймін, енді үлкен рөл емес, кішкентай рөл, бірақ білмеймін. Жұмыс жасалынып жатыр, әлі жасалынады да. Спектакльде екі жібек, екі төлеген. Бір жұп драмасын, екінші жұп операсын алып шықты. Басында жібекті сомдаған Аяужан Малғажарова былай деген. Мүмкіндік дегенде опералық бір мүмкіндігім жоқ, шын айтам бар ғой. Бір айда қиналып, бір нәрсе істеп шығарған дауыс кішкене көрермендерден ұялам. Себебі мен опералық әнші емеспін, андай ешқандай нем жоқ. Сол үшін қобалжу қатты болып жатыр. Себебі енді түсініпсіз ғой. Сонда көрерменнің кешіріміне үміт артып тұрсыздар ма? Жоқ, кешірімін емес, жоқ. Көрерменге негізі максималды түрде барлығын көрсету керек қой, 100%-ды неде. Андай, білмеймін, қорқыныш сезім неден болып тұр ғой? Бәрі, мысалы, Шымкенттен қайнатам келе жатыр. Алматыдан туған әпкем келе жатыр, көрем деп, ойбай деп. Мен жерде тұрып қазір ертең шиқ-шиқ етіп тұрсам бір түрлі болады қазір. Бірақ оның және Жасұлан Ерболаттың дауысы бұл көрерменге кәсіби опера әншілерінікінен де артық болды. Өйткені тыңдап отырып, демалып отырып, бұл қазақтың операсы, бұл қазақтың үні деген ой келеді. Әдетте операда көбіне нотаға басымдық беріліп, сөздердің екпіні дұрыс қойылмай жатады, түсініксіз естіліп жатады. Ал мұнда барлығы тұнық. Сіз өте музыкальный адамсыз ғой негізі. Әнге мүмкіндігіңіз жетпес пе еді, сәл дайындалсаңыз? Енді айтамыз ғой, бір адамдай, бірақ енді Жасұлан Ерболат сияқты айтамаймын. Жасұлан тұрған жерде ән айтпаймын мен жалпы. Жақсы, Жасұланға сәлем деп қояйық.
Самое главное в театре – это баловство. Когда вы исполняете партии, забудьте нахрен эти ноты. Срать на них, нету их. Сделайте так, вот насладитесь пением, насладитесь игрой, просто побалуйтесь и можете не соблюдать все правила. Бастарыңнан бақ кетпесін. Жолдарың ешкім кеспесін. Аға, сіздің сөзіңіз аз болып қалған сияқты болып көрінді маған. Тағы сөйлесе екен деп отырдым мен. Негізі біраз сөздерді айтып едім, мен анадай бір момент бар еді, негізі қосам ғой деймін. Саған ана бір рет Ержанға айтып едім, айтпаш деп сонымен қалып қойды ғой. Уәдеде тұру керек деген кезде ана қызымды көрсеттім, оның жадырап тұрған түрін көрдің ба? Мен мына түрін еш нәрсеге айырбастамаймын деген сияқты қаттырақ жоспарлап айтуым керек негізі. Солай ойлаймын. Ол жақсы сөз деп ойлаймын. Қажет болсаң шақырамыз. Бекежан жырдағы жалғыз антагонист сияқты көрінеді, бірақ оның да өз шындығы бар. Сүйген алуға, сезімін білдіруге құқығы жоқ. Мың үшін күрескенімен шын мәнінде жалғыз адам. Бұдан артық трагедия бар ма адам үшін? Сен енді өзің айтпай тұрсың. Мен неге айтамын? Вообще всем хочу сказать большое спасибо, что вы рискуете вместе со мной создавать что-то такое, что пока непонятно ни для кого. Неге сонша тұнжырап тұрсың? Мен сенің ақпатарыңды алып кетуім керек еді ғой. Апа, сен де ренжіме. Сен де жібергің келіп еді. Кешіңдер. Айтпақшы, Аяужанның соңында техникалық әдіспен емес, шынайы жылап қалатын жері бар. Сахнаны жағалап, отырып, жылап келеді де, әнін әрі қарай жалғастырады. Бұған кәсіби актерлер, кәсіби сыншылар қалай қарайтынын білмеймін. Бірақ это было так не театрально, сондай шынайы, табиғи, және сонысымен мына жерге жетті. Біз Төлегеннің өлетінін бәріміз біліп бардық қой, енді оған жылауға дайындалып барған ешкім жоқ. Бірақ мың рет көрген, естіген көріністі алғаш көргендей жылау, жылату, бұл нағыз шеберлік сияқты.
шеге соңында жоқтаған кезде оның спектакль бойына шырылдап шырпыр болып жүгіргені еске түсіп кетеді. Базарбайдың қол аяғы дірілдегенде оның спектакль бойына уайым шеккені еске түсіп кетеді. Қылдай тізбекті шертіліп қалатындай етіп ойластыру үшін де үлкен жүрек керек. Әйтпесе режиссер қанша жерден креатив шешімге алып келіп, философиялық сахна ұсынса да, оның жүрекке, ойға, көңілге қонбай қалатын кездері жалпы театр әлемінде жетіп артылады. Оқыс тұрған сияқты болсын да. Әлбек, білесіз ба, сіздің қазақшаңыз әдемі негізі? Иә. Мен сол актерларға да сөз беріп қойдым. Алла қаласа, осы 1 жылда ма, 2 жылда ма бүкіл орыс сөздерден айырылу керек. Менің өзімді ұялатыным да бар, орысша сөйлеген кезде, мысалы. Қазақша сөйлеген кезде бүкіл толық өзімнің ойымды жеткізе алмай қалам ба деп ойлайсың. Сондықтан, я думаю, это вопрос времени. Это моя большая боль, это моя большая проблема, но я борюсь с ней. Придет день, когда мы будем говорить только по-казахски. Дай бог. Негізі халықтың сынынан қорқасыз ба? Ондай жағдайда вы же свободный человек такой. Я свободный человек. Мне все равно на мнение профессиональных людей, потому что не то чтобы мне все равно, я просто с ними не считаюсь по какой-то... Я им не доверяю, вот. А зрителю я доверяю, он честный. Я боюсь, да, его. Я боюсь простого зрителя, боюсь. Я жутко боюсь.